Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз шоколадный десерт жасайтын боламыз. Нанның тоқаштың үстіне жағып жесеңіздер де өте дәмді болады. Құрамы тек қана 2-ақ заттан тұрады. Сливки мен және шоколад. Сливкиді оттың астын жағып ысытамыз. Қайнатпаймыз достар, тек қана ысытамыз. Шоколадты ұнтақтап сливкидің үстіне саламыз да оттың астын сөндіреміз. Ары қарай бұлғау арқылы шоколадымызды ерітеміз. Блендердің көмегімен түйіршіктері қалмайтындай езіп аламыз. Құрамы мен өлшемдері видеоның астында жазылып тұрады достар. Кез келген ыдысыңызға құйып аламыз. Массаның үстін пищевая пленкамен жабамыз. Ысы суығанын күтпей-ақ, ысы күйінде де жасай берсеңіздер болады. Тоңазытқышқа бір түнге қоямыз. Дайын болды. Осындай болып шығады. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.